Қуанышымыздың әуелдеп төрдесін тамаша әнімізбен сәнімізбен бастағанды жөн көрдік. Сіздерге әзірге сөз кезегі деп біз мазаламаймыз. Сіздер стандартынан отырыңыздар. Қуанышымыздың әуелдеп төрдесін Ақжаулық аналарымыздың құрметіне арнап тамаша әнімізбен бастайық. Аналарымыз аман болсын, ел тыныш бейбітшілік заман болсын деп тілеп отырайық ағайын. Жабықсаң шағларым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған сыңғарыңмын, қияда шырғарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Әрине, мына қазақта керемет сөз бар, қадірлі ағайын. Алланы сыйла, алдына барасың, анаңды сыйла, жұмақты табасың, қартыңды сыйла, батасын аласың, еліңді сыйла, алғысын аласың дейді. Осы төртеуін сыйласаң, бұл өмірдегі ең бақытты адам боласың дейді. Пайғамбарды ананы ардақтады, бірақ оған бір күнде арнатпады. Ата анаңа қанша жақсылық қылсаң дағы, ашылады алдыңнан жанат бағы дейді, қадірлі ағайын. Әке Асқар тау, ана мөлдір бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген. Асқар тауымыз құламасын, аналар ешқашан жыламасын. Баланы анасымен, ананы баласымен бір құдай ешқашан жылатпасын деп қояйық. Әкеден асқар жоқ екен, әкенің сөзі оқ екен. Қарайып тұрса қасыңда уайым қайғың жоқ екен дейді, қадірлі ағайын. Әкең тірегің, анаң мәңгілік жүрегің болып қала береді екен. Әке аналарымыз аман болсын, ел тыныш бейбітшілік заман болсын деп бір қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Ендеше бүгін алыстан жақыннан жиылып осы кереметте дастарханнан дәм беріп жан-жақтан жиналып келіп отқан жайымыз бар ағайын. Енді осы қуаныш шаттықты қоштап бүгінгі кешіміздің де ақ тілегін бастасақ па деген ниетіміз бар. Думанды тойымыздың төріндегі ақ қағазға құрмет белгісі үшін жазылған екен. Үлкен папа мамалары Бақытжан әкеміз бен Дина анамыз бүгінгі кешіміздің алғашқы ақ тілегін жүрек жарды лебізімен ашып берсін деп жатырмыз. Бар ма екен? Бақытжан әкеміз, Дина анамыз қай жағында отыр екен? Өзім қасыңызға жақында қойайын, ыңғайына қарай келе қойыңыздар. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын, той құтты болсын. Келеміз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін біздің Саламат пен Айнұрдың жайып дастарханына келіп жатсыңдар. Қош келдіңдер. Бүгінгі қоныс той дейді. Үйде құтты болсын, ішінде той болсын. Осы көзге көрінген бұл қыздардың қызығын Саламат Айнұрмен кең көріп, ағайын туысқанның арасында елді алдаулы болып жүре беріңдер. Осы отырған тойшы қауымға да той тілеймін. Үйлеріңізде той болсын. Барса тойға
өзімізді жатпай қатыса берейік. Дарын баламыздың да жас тойы тұсаукесері жақсы азамат болып жететсін. Той қоласып қатыса берейік. Тойшы қауым бәріңізге сұрғыма дейтін құдалар қош келдіңдер. Той деген енді екі жаққа теңдей ғой, сіздерге де тойларыңыз ол болсын, құтты болсын. Біздің Райыға мен Ақтөре үлкен ұлын үйрек шығарып, үлкен той жасап жатыр, ағайын туманы шақырып. Қуанышымыз көп болсын, тек балдарымыз бақытты болсын, жапырақтар жайылсын. Осы балдардың қызығын Ақтөре мен Райыға теңдей көріп, осылай қызықтап, қуанышты күндерін осылай бөлісе берсін ағайын тумамен. Ал саламат балам, Айнұр, шаңырақтарың құтты болсын. Күнде тек қана той болсын балам. Мына өсіріп атқан ұлдың, қыздың қызығын Айнұр екеуін теңдей көріңдер. Атасы, әжесімен бәріңіз бірге, балаларымен. Осындай қуанышты күндеріңізге біз бірге қатысып тек осылай бөлісіп жүре берейік. Бақытты болыңдар. Мына Дарын баламыздың жас тойы ғой. Дарын баламыз бір жақсы азамат болып жетсін, қари болсын. Сендерді қуантатын ұл қыз болып өсе берсін. Ұлдарың да, қыздарың да. Соның қызығын қызықтап жүре берейік біздер. Сендер сол бақытты болсаңдар, біздер де бақыттымыз. Аман болыңдар, сау болыңдар, тойларың тойға ұласа берсін. Рахмет, айтқан тілектеріңіз айдай келсін. Сіздерге арналған сый-сапаттарымыз бар екен, соны табыстап қояйық ал. Ал қошеметте отырыңыздар, қадірлі ағайын. Анамыз бен әкемізге ал тілектеріңіз қабыл болсын. Осы шаңырақта әрқашанда осындай қуанышта тойда бас қосыңыздар. Келесі тойдың басы болсын деп тілейік. Рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, баламыздың тұсаукесер рәсімін қазір осы арада мына жан-жағымызбен төрт көзіміз түгел жиналған қадірлі ағайынның ортасында қазір тұсаукесер рәсімін жасап жіберейік деп жатырмыз. Енді баламызды қазір дайындаймын дегенше тағы да біздің тарапымыздан сіздерге бір ән шашу болсын, астан дәмнен алып тұрайық, баламызды дайындасын. Дайын болса ке ортаға алып келіп қояйық. Мына жаятындарымыз жаяйық. Осындай қуаныш баршаңызға жұғысты болсын қадірлі ағайын. Назарларыңызды ортаға қарай бұрып отырыңыздар, баламызды ортаға алдыра қояйық.